Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар мен ұстаздар. Биыл республикамыздың тәуелсіздік алғанына 34 жыл. Осы мерекеге орай біз мектеп оқушылар мен мұғалімдер арасында сұрақ-жауап жүргізетін боламыз. Сонымен қатар әрбір дұрыс жауапқа сыйлықтарымыз да бар. Алашорда партиясының басшысы кім болды? Алихан Бөкейхан. Дұрыс. Қазақстанның тәуелсіздік туралы конституция күні қай жылы қабылданды? 1991 жыл. Желтоқсан көтерілісінің ең танымал қаһарманы кім? Қайрат Рысқұлбеков. Қазақстан алғашқы президенті кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстанның ұлттық валютасы қай жылы айналымға шықты және ол қалай аталады? Ол теңге деп аталады. 1993 жылы. Дұрыс. Қазақстан тәуелсіздігін қай жылы жариялады? 91 жылы 16 желтоқсанда. Дұрыс. Сізге сұрақ, Ләззат Асанова деген кім? Иә, желтоқсанның құрбаны. Дұрыс. Сізге. Иә. Алаш партиясы қай жылы құрылды? Алаш партиясы 1917 жылы құрылды. Дұрыс. Рахмет.